Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге мүмкіндіктер тармағы тақырыбынан мүмкіндіктер тармағын қарастыратын боламыз. Екінші А тапсырмада мүмкіндіктер тармағы берілген тапсырмаға, иә. Ал Ә тапсырмасында да дәл солай мүмкіндіктер тармағы берілген. Яғни түскі астың бірінші тармағына кеспе көже, екіншіге және бірінші тамағына кеспе көже және нарын берілген. Ал екіншіге ет, балық, қуырдақ. Екі түрлі тағамнан тұратын түскі астың неше нұсқасы бар? Мұндай есеп шығаршы мүмкіндіктер тармағы былай беріледі дейді. Мысалы, бірінші тамақ кеспе көже мен нарын. Ол екінші тамағына етті таңдауы мүмкін. Кеспе көже мен ет, немесе нарын менен ет, нар мен балық, не болмаса кеспе көже менен қуырдақ деген сияқты. Демек, 6 нұсқасы болып тұр. Неше нұсқасы болып тұр? Екі түрлі тағамнан тұратын түскі астың неше нұсқасы бар? 6 нұсқасы бар. Кеспе көже мен ет, кеспе көже мен балық, кеспе көже мен қуырдақ, немесе нарын ет, нарын балық, нарын қуырдақ. Демек, 6 нұсқасы болып тұр. Енді осы Б тапсырмасында, егер осы асханада дейді шай, шын және сүт беретін болса, онда 3 түрлі тағамнан тұратын түскі асты қалай таңдауға болады дейді. 2 түрлі тағамды беріліп тұр. Бірінші, екінші тамақ, үшіншіге уже сусындар беріліп тұр. Демек, қазір мына жерде мен сіздерге былай көрсетіп қойдым. Қазір кітапта берілген бірінші тағам мен екінші тағамның нұсқасының кітаптағы бойынша және үшінші нұсқаға, үшінші тармаққа біз жаңағыдай сусындарды шай, шырын және сүт беретін болса, 3 түрлі тағамнан тұратын түскі асты қалай таңдауға болады? Барлық нұсқасын жаз деп тұр. Мен сіздерге қазір мүмкіндік тармағын сызып көрсеттім. Сіздер солай жазсаңыздар болады. Мысалы, кеспе көже менен ет болатын болса, кеспе көже ет, шай, немесе кеспе көже ет, шырын, кеспе көже ет, сүт болуы мүмкін. Не болмаса нарын, балық, шай, нарын, балық, шырын, не болмаса нарын, балық, сүт сияқты осындай мүмкіндіктер тармағын құруға болады екен. 3 түрлі тағамнан тұратын. Демек, неше нұсқасын құруға болады? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 барлық нұсқасы, демек 15 нұсқасын сіздер жазуларыңызға болады. Дәл осы мүмкіндіктер тармағы арқылы видеоны тоқтатып қойып, осылай жасап, соған қарап жазсаңыздар болады. Мысалы, нарын, ет, шырын, не болмаса кеспе көже, қуырдақ, шырын деген сияқты. Солай осы тармаққа қарап видеоны тоқтатып қойып, мүмкіндіктер тармағын жасай аласыздар және барлық нұсқасын жаза аласыздар. Енді екінші келесіде, үшіншіде мүмкіндіктер тармағын құрыңдар дейді. Әлияда оқушы киімінің жиынтығы бар. 3 кофта, 1 белдемше, 1 шалбар. Ол қанша киімдер жиынтығын құра алады дейді. Мен қазір сіздерге мынандай сызба дайындап қойдым. Мүмкіндіктер тармағын 1 белдемше, 1 шалбары бар Әлияның. Бірақ 3 кофтасы бар. 1 кофта, 2 кофта, 3 кофтаны жеке-жеке жазып қойдым. Сіздерге түсінікті болу үшін. Енді қараңыздар, белдемше менен 1 кофтасын киюіне болады. Я болмаса белдемше менен екінші келесі кофтасын, я болмаса белдемше мен 3-ші кофтасын киюге болады. Немесе кофта мен белдемше емес, кофта мен шалбар етіп те киюге болады. Кофта мен шалбар, не болмаса екінші кофтасы менен 3-ші кофтасы менен шалбарды киюге болады. Демек, Әлияда киімдер жиынтығын құруға 6 нұсқа болып тұр. 6 киімдер жиынтығын Әлия құра алады екен.